Әке, не істейміз енді? Әр келгенде ойлануым керек дейсіз. Мен қайта-қайта келе беретін уақытым жоқ қой. Бала, шешеңнің жылы өтпей жатып, мына қара шаңырақты кімге қайда тастап кетем? Мен сізді қалай қалдырып кетем жалғыз өзіңізді? Несі бар? Тұрдық қой неше жыл бойы. Шешеңмен екеуміз жападан жалғыз. Әке, ол кезде қасыңызда шешем бар еді. Жалғыз емес едіңіз. Мен көңілім тоқ болатын. Ал қазір жалғызсыз. Тастап кете алмаймын. Қойыңызшы. Жүріңіз. Не шештіңіздер, пап? Атам келді. Айналайын. Айналайын кәне. Ата, сіз біздің үйге қанша күнге келдіңіз? Күнге емес, ата енді бізбен бірге тұрады ғой. Солай. Атаң енді бізбен бірге тұрады. Күшті болды ғой. Пап, сіз оны мамаға айтқан бедіңіз? Бала, сен шынымен келінен сұрап бедің? Қойыңызшы. Кеттік, жүріңіз, ішке кірейік. Жүріңіз. Жүр, Ай, шүкір. Ата, сіз неге біздің үйге келмей кеттіңіз? Өздеріңші, ауылға неге келмейсіңдер? Ой, мама, қой жібермейтін бірдеңе шағып алады деп. Әке, ол айта береді. Просто біздің жұмыстарымыз көп. Бұлардың кружоктары бар, қосымша сабақтары бар дегендей ғой. Иә, сол ғой. Қалада уақыттың берекесі жоқ қой. Иә. Қу тіршілік, балалар деп жүрміз ғой сол азаннан кешке дейін тырбыңдап. Қайда. Шетелге баратын болсаңдар ғой, уақыт табылады. Ал ауылға келгенде, ол табылмай қалады. Шайдан алыңыз, ата. Иә. Әке, сіз жақсылап жайғасып алыңыз. Кейін балалардың тәрбиесін сізге тапсырамыз. Ата, енді өзіңіз мені кружокқа апарып келіңізші. Апарам. Өзім апарам, айна. Неге сенің әкең мені сөзбен тістеп отырады? Қош, мән бермеш ол кісіге. Мен мән бермей жүре алмаймын. Сонда бізбен тұратын болса, мені жеп қоятын шығар ол? Айна, ол кісіні түсіну керек. Анамнан айырылғанына көп болған жоқ. Көніге алмай жүр. Қарт адам қартайған сайын жетім бала сияқты болып қалады. Сен сонда маған бір ауыз айтпайсың ба? Ақылдаспайсың ба сонда? Мен сенімен не туралы ақылдасуым керек? Әкемді үйге әкелем ба деп рұқсат сұрауым керек па сенен? Білгеніңді істе. Қолайсың, мен өмір жоқ болып кеттің ғой. Сол, ауылға барып келдік. Жай ма? Атамды алып келгенбіз. Қайта туға ма? Бізбен тұруға. Неге? Әжем қайтыс болды. Ал атам ауылында жалғыз қалды. Сол үшін. Мен ата-апам жоқ. Бар болғаны бізде бірге тұратын едік. Шамалай. Көзімді жеудіретіп жетім қозыдай тастадың да кеттің. Сенің алдында мен кетсем болмас пе еді? Баланың да есі кешкірді. Осы қызықты бірге көрсек, болмас пе еді? Атау, жайғасып алдыңыз ба? Көмек керек пе деймін? Керек. Ана сөмкедегі заттарды жайғастырып берші. Хорошо, Аташка.
О, менің қызым өсіп, көмекшілікке жарап қапта өзі. Ну, жарамай атай, жасым болса 13-ке келді. Ой, Ата, мына киімдерінің жартысы жарамайды ғой. Еще кір, тастасаңшы жаңасын алайық. тастаған емес, қызым-ау, а? Сен одан да оны маған жақсылап жуып бер. Жап-жаңа боп шыға келеді. Вы уверены? Уверен, қызым. Тогда окей, ата. Мам, атаға жаңа киімдер алу керек сияқты. Неге? Киімнің барлығы ескі, воняет прям. Не қылады оны? Сыртқа да шықпайды ғой, болады сол. Мам, біз атамен паркте жүріп қайтсақ бола ма? Қазір ма? Я. Жарайды, апайлап жүріңдерші бірақ. Мам, как раз осы шыққан кезде алып та, ана киімдермен қалада қалай жүреді? Қыз, миымды ашытпашы. Иди, а? О, міне. Кәне. Ой, отыр. Солай да әмір балам. Иә, біз көшіп келгеннен екеуміз ұрысып қала беретін едік. Қазір жақсы доспыз. Жақсы. Өмірде жақсы жолдас табу, ол да бір бақыт. Ата, торговый центрға барайықшы. Сонда қызық. Әтпесе неқта қызықсыз болып кетті. Ай, мына табиғатта жап-жақсақ отырмыз ғой, а? Иә, мені тазағын жақсы көремін. Мико сондай қымбат жерлерді жақсы көреді. Мен лишний трата жасама деп жүремін. Ақшаң бар болса жаратасың ба? Сен ғой всегда артқа тартатын. Тиын жоқ деп. Дұрыс қой енді, мен әкемсің, әкең ұқсан бизнеспен емес. Соны айтам, жап-жақсақ демалып отырмыз ғой. О, сезім новый айфон алдың ба? Я, мамам әперді. Мықты. Әмір, осы сенің ата-апаң бар ма? Бар еді. Біз өсірген сол кісілер қазір өмірден өтіп кеткен. Алла, рахметсін оларға. Сендей жайдары жақсы жігітті өсірген атаңа ләзім. Ата, Амир өзі сондай үлкен дерске әңгімелерді жақсы көретін еді. Сізбен танысып жақсы болды ғой оған. Иә, сізбен сөйлесіп атамды көргендей болып отырмын. Иә, өркеніңізсің балам. Чотан, болдыңыздар ма демалып? Барамыз ба? А? Барсақ барайық. Ата, сіз білесіз бе, ендігі аптада біздің маманың туған күні. Не, қой, жүріңдер. Ай, жүріңдер. Қалайсыңдар? Шай дайын ба? Аталарың қайда? Қазір Әделия шақыруға кетті. Пап, атаның мазасы болмай тұр. Тыныштық па? Білмеймін. Дастарханға шақырғанда бәрі бірде келе қалса да, рың-жырың болмай. Кухняда өтіп кететін болды ғой өмірім. Не деп тұрсың сен? Мазасы болмай жатыр деп айтты ғой. Енді үйде қимылдамай жатқан адам ауру болады да, басқа не болады? Сәл-пәл қимылдап жұмыс істеуге болатын шығар. Қашан қарсам, апамды ойлап қайратта отырады. Көңілім өлу керек. Сендерге келін жау ғой әйтеуір. Айна. Келе жатырмын. Келіңіз. Келдім. Тоба. Қанай, сына бәр. Сезімтай, бар, ұйқыға сағаңды оятып кел. Балаларды ертерек жатқызсаңдар, ерте тұрады. Қазірдің балдарының барлығы сондай ғой. Айтпақшы, бүгін бейсенбі. Апаларыңның қайтқан күні. Соған бір жетінен ба, жет-желпек пісіріп жібересің ба келін? Ата, біз негізі жақында үйге ремонт жасатқанбыз. Соған майдың есі сіңіп қалмасын деп жасамай жүргенбіз ғой. Дайынын алып келе салам ғой, бар ғой. Болатын шығар? Келесі апта кафеге Құран оқыта саламыз.
бар болғырлар. Мам, біз өзіміз бара берейік. Сезімді өзім апара салам. Аталарың ше, апармай ма? Атам азанда үйден шығып кеткен, әлі келмеді ғой. Қайда кетті? Тез болыңдар, қазір кешігеміз. Менің сөзіме ренжіп қалмады ма екен? Сәкен ата, Әмір болам. Сен қайдан жүрсің? үйге осы саябақпен бару ұнайды. Сіз ше, не істеп жүрсіз? Мен сол енді жас келсе іске деп. Сіз не, саябақ сыпыратын болып жұмысқа кіргенсіз ба? Енді үйде жата жалықтым бала. Я, бүйтіп жата бергенше деп кішкене былай. Ата, сізге болмайды ғой. Жасыңыз да үлкен. Сізді қалай жіберіп отыр? Тыныш. Олар білмей. Ата, қайдан жүрсіз? Келінжан, мен міне мынау үйге. Бұны қайдан алдыңыз? Келінжан, шынымды айтсам, үйде отыра қысылып кеттім. Содан ойлана келе, жұмыс істейтін болып шештім. Әйтпесе мына қалада бар ма? Есімнен адасатын түрім бар. Жұмыс па? Қандай жұмыс? Күрітой, нағыз маған арналған жұмыс. Күніне 3000 теңге беретін болып келісті. Я, мына үйде отыра әбден шаршадым. Қолымды жуайын. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күніңнен мамасы, туған күнің менен. Рахмет. Анашым, туған күніңізбен біз бәріміз сізді қатты жақсы көреміз. Туған күніңмен. Жаным, рахмет. Бұнымен біздің сыйлығымыз біткен жоқ. Кешке мерекелік мейрамханада ужин. Екеуіңіз ғана ма? Жоқ, балалар да барсын. Семейный болсын. Ата ше? Атаң бара? Сұлтан, келістік қой семейный деп. Мен папаның көзінше отыра алмаймын. Жай барақат, ыңғайсызданып. Айна, енді атаңды бір өзін үйге тастап кеткеніміз ыңғайсыз ғой. Балалар, қане? Болды, дайындалыңдар. Болды, дайындаламыз бәріміз бірге. Балалар, мына жерде менің мазам қашып тұр. Мен үйге қайта берейін. Әке, қазір келдік қой, отырсаңшы. Атау, тамақты да ішпедіңіз ғой? Иә, тамаққа да тәбетім болмай тұр. Ана, мен қайтайын қой. Әжелерің күтіп қалды. Не істедіңіз, Дардай кісі болып алып, қарамайсыз ба көзіңізге? Шынды білдірдіңіз ғой. Кешір. Кешіріміңіз өзіңізге. Айналайын қызым ай. Аңғайсыздық үшін кешірім сұраймын. Басқа тапсырыс бересіз бе? Керек емес ештеңе. Настроениенің бәрін бытшын шығарып ше. Коман жақта администратор бар ма, кім келіңдерші бері? Кешіріңіз, басқа тапсырыс беріңіз, мен алып берейін. Айналайын, барша басымды қатырмай. Менің мына үстімдегі бренд білесің бе? Неңді әперейін деп едің? Онда бұл жерден шығыңыз. Маған шық дейтін сен кімсің? Мен сізге шығыңыз дедім бұл жерден. Кім бұл жерде администратора, кім бастық? Келсеңдерші бері. Мен бұл жердің иесі. Не? Кетіңіз дедім сізге. Бетімен кеткен. Жүрт кеттік.
Мен әлі сендерге көрсетем. Білмейді екенсіңдер сендер менің кім екенімді. Айттым саған, бәрінің шырқын бұзып. Қыздар, Сәкен атам неге сабаққа шықпай қойды? Атам ауырып қалған. Рас па? Оған не болды? Кәдімгідей постельный режимде жатыр. Еше атам алжып, не айтып, не қойғанын білмейді. Ой, бұл қиын бопты ғой. Барып көрсем бола ма? Болады. Атам да сені жақсы көреді. Қонатын шығар. Кеттік. Жайғастыра бердім, мен 1 сағатта барам. Жарайды. Молдеке? Әке, мен бұрынғының адамым ғой. Больницаға барғысы жоқ. Молда шақырып оқыт дегеннен кейін өзіңіз шақырып отырмын. Иә, дұрыс қой, денсаулығын артықтық етпейді. Иә. Үйді қатырыпсыз? Енді. Кірейік олай болса. Иә. Үйге емес, мына жаққа. Үйге емес па? Жоқ, жүріңіз. Бауырым, зәулім сарай өзіңдікі ме? Иә, өзімдікі. Енді, Молдеке, сіздің не айтайын деп отырғаныңызды мен түсініп отырмын. Әкем қартайды. Қартайғаннан соң кіші дәрет жіберіп қоя береді. Сол үйдің іші естеніп кетпесін, осы жаққа жатқыз деп өзі айтқан соң осы жаққа әкеп жатқызып отырмыз. Қарты бар үйдің берекесі бар деген. Мүмкін әрбір жеткен жетістігің осы кісінің батасы шығар. Осылай ренжітесіңдер адамды. Онда мен оқиын. Ауыз биллахи минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сұлтан, не болды, тыныштық па, неге мұңайып отырсың? Алда жарыс, қарсыластарым менен мықты. Ал мен жеңіліп қалатын сияқтымын. Сен әлсізді кім айтты? Мықты болу тек қана күште емес, мықты болу мына жүректе. Ең бастысы, сен қарсыласыңды жеңу емес, өзіңнің қорқынышыңды жеңуге тиіссің. Міне батылдық деген осы, балам. Ал егер жеңілсем ше? Жеңіліс ұят емес, балам. Ең бастысы, сен бар күшіні салып күрес. Әрбір әрекетің сені алғарып жетелейді. Ешқашан мойыма. Бүгін жеңілсең, ертең міндетті түрде жеңіске жетесің. Сондықтан бүгіннен бастап батыл болуың керек. Балам, сенің жеңіске жететініне мен сенімдімін. Әке, мен бәрін жасаймын. Себебі сенің ұлыңмын ғой. Балам, сен менің ұлымсың. Сондықтан ешқашан берілмеу керек. Есіңде болсын, бауырым. Мына болған жайды қазір балаларың өз көзімен көрді. Бала бұны ешқашан ұмытпайды. Өзіңнің басына келмесіне кімге біл? Дүниенің түбіне ешкім жеткен емес. Алла шипасын берсін. Ата, қалайсыз? Денсаулығыңыз жақсы болды ма? Көп жаса қарағым. Жақсы. Ал енді бала, мені жұмысқа барып таста. Апта болды бармағаныма, іздеп жатқан шығар. Ой, ата, бармай қойыңыз жұмысқа. Демалыңыз, денсаулығыңызды күтіңіз. Ата, ол жұмыс сізге жараспайды. Біз барлығын білеміз. Дұрыс айтады. Егер жұмыс қажет болатын болса, онда менімен бірге компанияға барасыз. Немене? Ол жаққа да аула сыпырушы керек пе екен? Жоқ. Бізге әке бастық керек. Не дейді?
Аха, менің атама тек сондай жұмыс жарасады. Ой, айналайын. Ата, Ау. Сұлтан екеуміз ақылдасып осы апта үйге Құран оқытып жіберсек деп едік. Ай, болмайды. Болмайды. Неге? Ана үй май сасып кетеді. Ау. Бұйыртса, келесі жұма ауылға барып қара шаңыраққа ас береміз. Береке тап балам. Бай бол, бақуатты бол. Бисмиллахиррахманиррахим. Батадан асқан әз болмас, батадан асқан сөз болмас. Жаппар ем жар болып сан емес сапа бер, иманды ұрпақ бер Алла қазаққа. Оламан мына дәуірде сағымдай көшкен бұл дүние, алысқа жетер көбей бер. Ат жалындай қазақта, уа тәңірім демей көр, уа жаратушы ем жебей көр. Мына дастархандарының берекесін, мерекесін берсін, астарының адалдығын берсін. Алла берсін зор бақты. Ау. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.